Хай, 2 жылдан кейін қайтадан сәлем. Әр қазақтың ой өрісінің кеңеюіне үлесім болсын деген ұранмен ашқан осы каналға шамамен 2 жылдай ешқандай видео салған жоқпын. Әр адамда сондай аяққа тұру үшін таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейтін қарбалас сәттер болады. Сондай кезеңді өткеріп 2 жылдан кейін қайтадан YouTube'ға, яғни өзімнің хоббиме оралып отырғаныма қуаныштымын. Бүгін сіздерге сол бір кезеңде өзімді сырттай қарауға мүмкіндік берген шығарма жайлы айтатын боламын. Мен бұл шығарманың әлемдегі ең көп оқылған шығармалардың бірі екенін осы скриптті жазардың алдында білдім. Бұл шығарманың аты «Кішкентай ханзада» деп аталады. Кітап жайлы айтып бастамас бұрын автор жайлы міндетті түрде айту керек деп ойладым. Антонио де Сент-Экзюпери кішкентай кезінде әуежайға жақын жерде өмір сүрген. Бұл жазушының есімі өте ұзақ болғандықтан ары қарай Сантекс деген лақап атымен атаймын. Сол кездегі балалардың арманы ұшқыш болу екен. Себебі Сантекстің 3 жасында әлемдегі ең алғашқы ұшақ жасалып, Франция елі ұшақ өндірісімен көш бастаған кезең болатын. Сантекс 12 жасында үйіне жақын жердегі әуежайдағы ұшқыштардан өтініп, ең алғаш ұшаққа отырып көріпті. Ұзамай соғыс басталып, соғыстан алыс деген мақсатпен Швейцар елінде білім алады. Сол сәттен әдебиетке қызығушылығы пайда болған деседі. Сантекс оқыта жүрген 1921 жылы әскерден шақыру келіп, ол ойланбастан әуе әскер қатарына ілесіп, ұшқыш болады. Соғыс біткеннен кейін әуе поштасына қызмет істеумен қатар өзінің шығармаларын жаза бастаған. Алғашқы шығармасымен әлемге танымал болған Сантекс қарапайым адамның байқай алмайтын өмірдің тұстарын суреттеуге шебер екені «Кішкентай ханзада» шығармасынан байқалады. Күндіз ұшақпен ұшып, кешке қаламын алып шығармасын жазып жүрген Сантекс 1935 жылы ұшағынан ақау шығып, адам аяғы баспаған Сахара шөліне түсуге тура келеді. Барлығы оны өлді деп ойлағанмен, 3 күн бойы Сахара шөлін жаяу жүріп аман қалған екен. Сол оқиғадан кейін 8 жыл өткен соң бүгінгі видеоның тақырыбы болған әлемде 300-ге жуық тілге аударылған «Кішкентай ханзада» кітабын жазып бітірген екен. Сантекс әлемнің 2-ші соғысында соғыс тапсырмасымен кетіп, қаза тапқан. Оның өліміне себеп болған герман әскері 2008 жылы Сантекстің ұшағын атып құлатқанын біліп, сол үшін қатты өкінетіні жайлы сұхбат берген екен. Автор жайлы қысқаша осылай. Ендеше шығарманы бастайын. «Кішкентай ханзада». 6 жастағы мен өзімнің ең алғашқы суретімді үлкендерге көрсеттім. Бұл үлкен жыланның пілді жұтқанын көрсеткен сурет еді. Бұл сурет адамдарға қорқынышты көрінеді деген ойда болдым. Бірақ менің суретімді көрген үлкендер бас киімнің несі қорқынышты деп күлді. Мен оларға түсінікті қылу үшін алып жыланның ішіне пілді сызып көрсеттім. Үлкендерге бірдеңе түсіндіру үшін қайта сөзбен жеткізу керектігі менің төзімімді таусатын. Менің 2-ші суретімді көргендер сурет сызудың орнына тарих оқы, математика, физика, тіл үйрен деп ұрсатын. Осылай менің суретшілік карьерам небәрі 2 суретпен аяқталды. Мен есейіп ұшқыш болдым. Мен есейсем де өзіме жолыққан ақылды, түсінігі мол деген адамдарға алғашқы суретімді көрсететін едім. Бірақ олар бас киім ба деп сұрайтын. Мен оларға алып жылан, піл туралы айтудың орнына саясат, экономика жайлы айтатын болдым. Нәтижесінде олар білімді адаммен кеңескеніне мәз болатын. Бір күні әуеде ұшақпен апатқа ұшырап, өзім жалғыз елсіз сахарада қалдым. Біраз шақырым жаяу жүрсем де ешқандай тірі жанды көзім шалмады. Менде небәрі 7 күнге жететін су бар болғандықтан, барынша ұшағымды тез жөндеп, тез арада ұшуды ойладым. Бірақ алғашқы күні қатты шаршағандықтан дәрменсізденіп, ұйқыға бой бердім. Таң ағара кішкентай баланың дауысын естідім. Маған қойдың суретін салып бер. Мен өз көзіме өзім сенбей, көзімді уқалап, артыма таңғалып қарадым. Алдымда түрі ерек, кішкентай ұл тұр. Маған қойдың суретін салып берші деп қайталаумен. Түріне қарасам, атасып шашаған балаға ұқсамайды.
менде сыз алатын сурет жоқ болғандықтан байырғы бас киімге ұқсайтын піл жұтқан жыланның суретін салдым. Менің суретімді көрген кішкентай ұлдың жауабы мені таң қалдырды. Жоқ, маған пілді жұтқан жылан емес, қойдың суретін салып бер. Мен бірнеше қойдың суретін сызып тырыссам да, ешқайсысы балаға ұнамады. Мен ұшағымды тез жөндеп, тез кетуді ойлап отырғандықтан, балаға қой емес, қораптың суретін салдым да, сен қалаған қой осы қораптың ішінде дедім. Балаға ұнаған сияқты. Ол менен қой сұрағанын қойып, менің ұшағым жайлы сұрай бастады. Сен де мен сияқты аспаннан түстің бе? Сен қай ғаламшардан келдің деп сұрады. Бала өзінің келген ғаламшары жайлы айтып бастады. Оның айтуынша, оның келген ғаламшары 5 аттап келесі бетіне баратындай өте кішкентай. Бала тіпті бір күнде 44 рет күннің атып батқанын көргені жайлы айтты. Оның қой сұраған себебі, егер үлкен ағаш өсіп кетсе, кішкентай ғаламшарына қауіп төнуі мүмкін болғандықтан екен. Ол ғаламшарда 3 кішкентай жанартау және бір раушан гүл болыпты. Гүл өзі қырсық, менменсіген, түсініксіз мінезді. Күн суытса мені жылыт деп, сәл ысыса мені салқындат деп балаға бұйырады. Күнде бір себеп шығарып, кішкентай шахзаданың өзіне қамқор болуын қалайды. Кейде өтірік айтып ұсталғанда жалған жөтеліп, дәл бір қырсық қыздай мінез шығарады. Бала гүлдің иісімен көркемдігіне бауыр басып, оны суарып, барлық айтқанын қалауын орындауға тырысыпты. Бірақ гүлдің өзіне өтірік айтқаны оның ашуын келтіріп, көңілін қалтырғандықтан бала одан кетуді жөн көрген. Кетуге жиналған шахзадаға гүл былай дейді. Кешір мені, мен ақымақ болдым. Мен сені жақсы көрдім, бірақ саған оны айта алмадым. Сен мені сөздерімнен емес, істерімнен түсінуің керек еді. Мен сен үшін ерекше болғым келді. Мүмкін сен барлығын менен кеткеннен кейін түсінерсің. Енді міне сен кетіп барасың. Мені шыны қалпақпен жаудың керегі жоқ. Енді мен суықтан қорықпаймын деді. Гүлдің сезімін алғаш рет естіген бала, көңілі толқып, көзіне жас алып, көзінің жасын көрсетпес үшін айналып та қарамастан жолға шыққан екен. Бұл кітапта бейнеленген әрбір объектінің астында терең мән-мағына бар. Менің ойымша, раушан гүлі өмірдегі біздің жақсы көрсе де өзін түсіндіре алмайтын, сөйте тұра қамқорлыққа, махаббатқа мұқтаж жақындарымыз сияқты сезіледі. Раушан гүлдің балаға, сен мені сөздерімнен емес, ісімнен түсінуің керек еді дегені, балаға деген махаббатын меңзегендей сезілді. Солай жолға шыққан кішкентай ханзада жерге дейін 6 ғаламшарды басып өтеді. Ол 6 ғаламшардың бәрі баланың ғаламшарындай кішкентай. Кішкентай ханзаданың барған ең алғашқы ғаламшарында жалғыз хан өмір сүреді. Хан өте қатал, тіпті баланың есінуіне де рұқсат бермейді. Және іс-әрекеті де түсініксіз. Күн шығарға таяп, күн шық деп бұйырады. Жел соққаннан кейін жел соқ деп бұйрық етеді. Бала таңғалып, хан ием, сіз сонда нені білесіз деп ханнан сұрайды. Хан барлығын, бәрін деп жауап береді. Бірақ шын мәнінде ол ғаламшарда ханнан өзге тірі жан жоқ еді. Бала екінші ғаламшарға келеді. Ол ғаламшардың аты Таңқұмардың ғаламшары. Онда атақ даңққа құмар біреу өмір сүреді екен. Өзіне сондай сенімді, не істесе де баланың өзіне шапалақ соғуын қалайды екен. Бала таңғалып үшінші ғаламшарға келеді. Бұл Маскүнемнің ғаламшары. Баланың алдында Маскүнем отырады. Неге ішіп отырсыз деп бала сұрайды. Маскүнем ұмыту үшін деп жауап береді. Нені ұмытқыңыз келеді? Осы Маскүнем ғалымды ұмытқым келеді деп жауап береді. Бала жауап қатпай 4-ші ғаламшарға келеді. Алдында өте қарбалас бір адам сан-санаумен әлек. Сәлеметсіз бе, темекіңіз сөніп қалыпты. Қарбалас адам жауап қатпай жұмысын жалғастыруда. 2 қосу 3, 5. 5 қосылған 7, 12. Сәлем, 12 қосылған 7, 19. Темекіні тауысуға уақыт жоқ. 19 қосылған 16, 35.
барлығы 5.622.731 жұлдыз екен деп есебін аяқтайды. Сөйтсе бұл 5 миллионнан астам жұлдыздар оның еншілігіндегі жұлдыздар екен. Бала таңғалып, осынша қалың жұлдыз сізге не үшін қажет деп сұрайды. Бұл жұлдыздар мені бай қылады деп жауап береді. Ал не үшін бай боласыз? Тағы басқа жұлдыздар сатып алу үшін деп бай жауап береді. Үлкендердің ойы өзінің ойынан мүлдем бөлек екеніне таңғалған ханзада, менде бір гүл және 3 жанартау бар болған. Мен оларды емденген кезімде оларды суарып, тазалайтын едім. Сондықтан мен оларды емденетін едім. Ал сіз жұлдыздарға ешқандай қатысыңыз жоқ екен. Деп бала таңғалып, келесі ғаламшарға аттанады. Келесі ғаламшар баланың барған ең кішкентай ғаламшары. Онда бір шамшырақ және шамшырақты жағып сөндіретін бір жұмысшы ғана бар. Жұмысшы әр минут сайын қайырлы таң, қайырлы түн деп шамшырағын жағып сөндіреді. Бала себебін сұрайды. Жұмысшы осылай келіскеміз, қайырлы таң деп жауап береді. Негізі басында осылай болмаған екен. Оның ғаламшарының белдеулік жылдамдығы артып, осылай минут сайын бір күн өтетін жағдайға жеткен. Бұрын жұмысшыда кешке күндіз деген уақыт болған, яғни демалуға мүмкіндігі болған. Жұмысшының бар арманы демалу. 3 аттап өзінің ғаламшарының күнгей жағына демалатын мүмкіндік бар болса да, жұмысшы оны байқамаған. Жазушы бұл ғаламшарда таңнан кешке дейін жұмыс істейтін, жұмысына адал жандар жайлы жазғандай. Бала өзінен міндетін артық көрген жұмысшыны ұнатса да, оның ғаламшары 2 адам өмір сүруге тым тарылайтындықтан бала келесі ғаламшарға сапар шегеді. Келесі ғаламшарда сақалы ақ басқан бір шал отырады. Бұл ақсақал география суретін салатын. Өзі сурет салып, естігенін белгілеген болмаса, ол жерлерге барып көрмеген. Ақсақал баладан өзінің келген ғаламшар жайлы сұрайды. Бала, менің ғаламшарым өте кішкентай, бар жоғы 3 жанартау, сосын бір гүл бар дейді. Ақсақал, мен гүлді белгілемеймін. Ондай жылдам қурайтын нәрсені картаға түсірмейтін жайлы айтады. Бұны естіген баланың жүрегі жаншығандай болады. Мен сонда 4 тікенегінен басқа ештемесі жоқ сондай әлсіз жанды жалғыз тастап кеткенмін ба деп гүлін уайымдайды. Ақсақал балаға жерге баруға кеңес береді. Бала жерге сапар шегу барысында тағы бір ғаламшарға тоқтайды. Бұл 7-ші ғаламшар. Бұл сайқымазақтың ғаламшары. Қолына айна ұстаған сайқымазақ біресе айнаға қарап күледі, біресе айнасының алдына тұрып, әртүрлі қызық қимылдар істейді. Бала сайқымазақпен сөйлескісі келсе де, ол ұйқыдан басқа уақытта дәл бір сол айнаға жабысып қалғандай басын алмайды. Солай бала ақыры жерге келеді. Окей, сәл тоқталайық. Негізі бұл кітапта 7 емес 6 ғаламшар жайлы жазған. Бұл 6 ғаламшардағы 6 кейіпкер адамдардың 6 бөлек түрі. Бірінші ғаламшар билік құмардың бейшара-ғалім. Екінші ғаламшар мансап құмардың мақтаншақтың. Үшінші ғаламшар арақ қордың. Төртінші ғаламшар дүние қордың. Бесінші ғаламшар еңбекқорлық пен жауапкершілікті және адамгершілікті аңғармаушылықты. Алтыншы ғаламшар қор білімі бар, қолдана білмейтіндерді көрсеткен. Ал мен ойдан қосқан 7-ші ғаламшар бүгінгі социал медианың алгоритміне алданып телефоннан баса алмайтын адамдар жайлы болған. Егер жазушы бізбен бірге өмір сүрген болса, бұл жайлы міндетті түрде шығармасына жазушы еді деген ойда болдым. Бұл ғаламшардағы кейіпкерлер сияқты өмір сүріп жүрген адамдар біздің айналамызда бар. Өмір болғандықтан әртүрлі жағдайда түрлі мінез құлқымыз өзгеріп отырады. Ең бастысы өткенге қорытынды жасап, қазіргі жағдайды түсініп, жарқын болашаққа апарар жолды сызып, сол жолдан шықпау. Сонымен бала ақыры миллиондаған құмар, миллиондаған мақтаншақ, миллиондаған маскүнемдерге толы 2 миллиард халқы бар жерге келеді.
Бала ең алғаш Африканың Сахара шөлінде бірінші болып жыланға кезеді. Жылан жер жайлы балаға қысқаша баяндап беріп, сөзінің соңында былай дейді: егер сен өз ғаламшарыңа қайтқың келсе, маған айт. Менде тірі жанды туған жеріне жеткізетін қасиет бар дейді. Бала жерді жарлап, тауды тасты кезіп жүріп, бақшаға тап болады. Ол бақшада раушан гүлі мың-мыңнан жайқалып өсіп тұрғанын көреді. Бала соншама қалың раушан гүлін көріп, көңіл күйден түседі. Себебі өзінің ғаламшарындағы раушан өзінің әлемдегі жалғыз раушан гүлін дейтін. Мен оны өзімнің ең қымбат қазынамдай көріп жүрсем, ол барлық жерде өсетін жай бір гүл екен деп бала қайғыра бастайды. Ол гүл бала үшін жалғыз раушан болғандықтан ерекше әрі маңызды еді. Өзінің ерекше деп көрген затын осынша көп екенін білген бала мұңға беріледі. Біз есейіп, түрлі адамдармен араласып, көзіміз ашылып бастағаннан кейін дәл осындай жайтқа тап боламыз. Біздің маңызды деп көрген нәрсеміз өзгелер үшін маңызы жоқ болады. Біздің жақсы көретін адамымыз өзге біреу үшін жай бір бейданыс жан екені, ата-ана, бауырларың сияқты ешкім сені жақсы көрмейтіні бізді көңіл күйден түсінеді. Бірақ бұл әр адамның өмірінде есею барысында кезігетін қалыпты процесс. Жалғастырайық. Бала ойға батып жатқанда оған түлкі келеді. Бала түлкіге: менің көңіл күйім жоқ, сен менімен ойнашы деп өтінеді. Түлкі балаға: жоқ, мен сенімен ойнай алмаймын. Себебі мен сені танымаймын. Сен мен үшін жай бір баласың, мен де сен үшін жай бір түлкімін. Егер екеуміз бір-бірімізге бауыр басалсақ, мен сен үшін жалғыз түлкі, сен мен үшін жалғыз боласың. Бірақ екеуміз бір-бірімізге бауыр басып үйренісу үшін шыдамдылық, сабыр керек. Сен алдымен менен сәл ұзақ отырасың, сосын бірте-бірте жақындайсың. Сосын мүмкіндік болса екеуміз күн сайын тұрақты уақытта кезек тұрайық. Себебі егер біз 4-те кезетін болсақ, мен 3-тен бастап қобыз жеймін. Минут өткен сайын толқып бастаймын. Солай мен өзімді бақытты сезінемін. Бірақ оған жету үшін сабыр және уақыт керек. Бірақ адамдар қарбалас, уақыттар жоқ. Сондықтан да олар ең маңызды нәрсені әлі байқамайды. Егер мен саған бауыр бассам, сенің басқан қадамыңның, сыбдырыңның үні мен үшін ең әдемі әуен болып естіледі. Сол әуен мені ұямнан шығарып, сол әуеннен мен сені танитын боламын. Анау жақтағы егіз алқабына қарашы. Мен нан жемейтіндіктен егіз алқабы мен үшін маңызы жоқ. Бірақ егер мен саған бауыр бассам, күнге шағылысқан егіз алқабы дәл сенің шашыңдай сені еске түсіреді. Мен саған бір маңызды нәрсе жайлы айтайын. Бірақ сен ең алдымен раушан толы бақшаға барып кел дейді. Бала бақшаға қайтадан келіп, ондағы раушан гүлдерге қарап тұрып былай дейді: сендер сырттай көргенге өте әдемісіңдер. Бірақ мен үшін сендердің іштерің бос. Мен сендер үшін өле алмаймын. Сендер үшін тәуекелге бармаймын. Мүмкін менің раушанымды көрген адамдарға ол да жай бір гүл сияқты көрінетін шығар. Бірақ ол раушан сендердің барлықтарыңды қосқаннан да мен үшін қымбат. Мен сұраған, желден жұттан қорғаған тек сол раушан. Маған ренжіп, еркелеп, мұңайып айтқан әрбір сөздерін мен құлақ түре тыңдайтынмын. Себебі ол менің раушаным болғандықтан. Бала қайтадан түлкіге барады. Түлкі балаға өте қарапайым және өте маңызды нәрсені айтады. Әрбір нәрсені көзбен емес, көңілмен көруге тырыс. Себебі ең маңызды нәрсе көзге көріне бермейді. Сенің раушан гүлге арнаған уақытың, қамқорлығың оны сен үшін ерекше етіп көрсетеді. Осылай бала ұшқышқа айтқан әңгімесін аяқтайды. Бұл әңгімеден әртүрлі ойды көңілге түйуге болады.
Ал менде алған ой, әркім неге уақытын арнайды, не нәрсеге өзінің өмірін, көңілін арнайды, сол нәрсе өзі үшін бірте-бірте ерекше болады. Басында жақтырмаған жұмысымызды біраз істегесін мән-мағынасын тауып аламыз. Әртүрлі өнер адамдары үшін де өзінің ең көп уақытын, ниетін арнаған туындысы ең керемет туынды болады. Кейбіреулеріңіз келіспеулеріңіз мүмкін, бірақ менің ойымша пешенеге жазылған тағдыр немесе сол жазылған өмірлік жар деген түсінік жоқ деп ойлаймын. Өмірде біреумен кезігіп, оны өмірлік жар ету, бақытты болу біздің өзіміздің оған арнаған уақыт, қамқорлық, ниетімізге тікелей байланысты деп ойлаймын. Ары қарай ұшқыш пен баланың арасында өте керемет әңгімелер болады. Бұл кітаптың көлемі шағын, мән-мағынасы өте үлкен болғандықтан сіздерге бұл кітапты тауып оқуға кеңес беремін. Және де басқа да әлемге танымал кітаптар жайлы тыңдағыңыз келсе, осы арнаға тіркелуді, лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар.